Саламатсыздар ма, YouTube каналым көрермендері. Бүгін сіздермен бұқтырма сірне жасау тәсілімен бөліскім келіп жатыр. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен сірнемізді бастаймыз. Бізге керегі ет, жас малдың еті, құйрық, пияз, қызанақ, болгар бұрышы, сәбіз, сарымсақ, көктер, картошка, спецтерден паприка менен, қара бұрыш, тұз, көкөністерімізді, етіміздің бәрін жақсылап турап аламыз. Сөйтіп қатар-қатар менен қоя бастаймыз. Бірінші құйрығымызды кішкене тұздап аламыз, үстіне етімізді саламыз, сосын көкөністерімізді сала бастаймыз. Сарымсақ, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, картоп пен қызанағымызды, приправаларымызды арасына саламыз. Үстін укроп жапырағыменен, оның үстін капустамен жауып, 1-2,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Жақсы бұқтыру үшін үстін табақпен жаптым. Өзінің қақпағы болмады. Жабуға келмеді. Толып кетті қазан. Міне осылай табақпен жауып 2-2,5 сағатқа қоямыз. Біз бұқтырып атқан кезде етіміз гүл ханымды істейміз. Бұның қамыры кәдімгі суға еленген мантыға арналған қамыр. Осылай арасын кесіп алып, шұқалап жайып, тартылған етке сәбіз, пияз қосылған спецтерменен осылай бөліп мантаваркаға пісіріп аламыз. Бұны кәдімгі 35-40 минутта пісіп дайын болады бұл. Міне осылай бөлек қойымыз оны, бұны бөлек пісіріп аламыз. Міне біздің бұқтырмамыз дайын болды. 2,5 сағатта пісті. Енді табаққа салу үшін жаймендеп бірінші капустасын, одан кейін картошка еттерін салып, үстіне гүл ханымды қойып, әсемдеп дастарханға апарамыз. Міне осыменен біздің гүл ханым бітті. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп отырыңыздар.